Қазақстан Халқы Ассамблеясының 31 сессиясында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізу жөнінде референдум өткізуді ұсынған болатын. Президент әзірленген түзетулердің тарихи маңызы зорын айтты. Ата заңға осындай жолмен өзгеріс енгізу соңғы рет 1995 жылы өткендіктен елдегі елеулі жаңалыққа айналғаны да жасырын емес. Өңір-өңірде қоғамдық штабтар құрылды. Оның мақсаты тұрғындармен кездесіп, Конституцияға енгізілетін өзгерістер туралы кеңінен насихаттап, түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Осы орайда аталған қоғамдық штабтың мүшесі Түркістан облыстық мәслихатының депутаты Нұралы Әлмаханұлына хабарласып, маңызды зор бастама турасындағы пікірін сұрадық. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мынау бүкіл Қазақстандық ассамблеясында осы референдум Қазақстанда жасалу керек деген толық өзінің шешімін айтты. Ол жерде өздеріңізге белгілі ассамблея қолдады. Енді оны халық қалай қолдайды, оны біз 5 маусым күні көреміз. Жалпы өзімнің ойыма келетін болсам, референдум бұл өте керек. Себебі менің есімде болса, осыдан 18-20 жыл бұрын болған референдум. Референдум деген не ол? Референдум деген бұл әрбір қарапайым адамның өмірі. Соған жараса заң ұсыныс беріледі жоғары жақтан, соны халық қолдай ма, қолдамай ма, халық шешеді. Сол үшін мен ойлаймын, бұл референдум өз уақытысында, оның үстіне мынау қазіргі еліміздің президенті референдумға қойып отқан мәселелердің барлығы өзі өмірге керек нәрселерді қойып отыр. Бірақ мысал келтірейін, президентіміз айтып отыр, кімде-кім президент болатын болса, оның туған туысқаны, ағайын жекжаты, ешқандай мемлекеттік, даже квази сектор мемлекеттік жұмыстарда істелінбесін деген қағиданы заңмен шегелеп қоймақшы. Не үшін ондай нәрсені қолдамасқа? Бізде қандай? Тек қана елдің президенті емес, біреу сәл жоғары қызметке отырса, оның айналасына жұмысты білсін, білмесін, ағайын туысқан, құда жекжатын жинап аламыз, онымен ол жұмыс жүрмейді. Міне осы нәрсеге қазіргі біздің президентіміз Тоқаев мырза осыған нүктесін қояйын деп, сол заңды да референдум шығарып жатыр. Мен сол үшін ойлаймын, бұл референдумға бірінші кезекте бару керек. Өйткені демократия деген содан басталады. Сайлауға адам бару керек. Оның әрбір адамның ол жерде дауысы болады. Мысалы 50 болып қалса, бір адам бармай қалса, сенің ойың қандай болғанымен 49 боламыз да біз жеңіліп қаламыз. Сол үшін барып өзінің ойын айту керек. Өзінің ойын айтқанда да мен ойлаймын, енді қазағымыздың барлығы қазір енді интернет бар, басқа бар, сәл көзімізді ашып, оқып, біліп, сол референдумға барып қолдау керек деп ойлаймын. Ал енді бізді қазір мына облыстық осы референдум жөніндегі штабтың мүшесімін мен, тағы мынау Аманат партиясынан да сол штабтың мүшесімін. Міне енді құда қаласа, мен өзім Қазақстанның азаматы ретінде штабтың мүшесі болған екен. Штабтың мүшесі болмасам да, мен өзімнің сайлаушыларыма барып, өзім сайланған жерлерден қанша ауылды мекен болсын, ауылды округ болсын, сол жерге барып, мен ол жерге түсіндіру жұмыстарын жүргіземін деп ойлаймын. Бұл менің парызым деп ойлаймын. Отанын сыйлайтын әрбір азамат осы референдумға барып, өз дауысын береді деген үміттемін.